Қазір мен сізге таргет жіберуді көрсетемін. Бұл жерде таргет жіберу үшін бірінші рилсқа продвижение варианты көрсетеміз. Сол үшін біріншіден плюсик батырмасын басып таргетке жіберейін деп жатқан видеоңызды бірінші жүктеп алуыңыз керек. Мысалы, қандай да бір реклама салып жатсаңыз, мысалы мына фотостудияның видеосы болса, осылайынан видео дайындап алған видеоңызды қоясыз, потом А дегенді басып, осы жерде офферіңізді бетіне жазу керексіз. Мысалы, мобилография болса, мобилография деп жазасыз, потом или там видео түсіру плюс монтаждау дейсіз, там монтаждау 50% жеңілдік деген сияқты, астына там 9000 теңге деген сияқты. Сосын там бронь жасау үшін төмендегі сілтемеге өтіңіз деген сияқты текстіңізді бітіп жазып аласыз бірінші. Өйтіп жазып қойып аласыз әдемілеп осылайынан, потому что таргетке кеткен кезде оффер міндетті түрде маңызды. Потом барып осын жазып болғаннан кейін, офферіңіз қойып болғаннан кейін далені басып не қыласыз, саласыз. Сосын мына жерде добавить подпись деген жерге міндетті түрде описание жазыңыз. Жаңағы офферіңізді қайталап жазасыз бұл жерге. Потом бір пробел қалдырып, толық ақпарат алу үшін деп өзіңіздің WhatsApp номеріңізді де жазыңыз міндетті түрде. Все, бұны салып боласыз рилсқа. Рилсқа салғаннан кейін ол мына жерге түседі. Осылайынан, мысалы, мына жердің бәрінде оффері тұр бетінде. Мысалы, жаңа жылдық фотосессия, студия аренда, профотограф, одан кейін там соңғы орындар қалды деген сияқты асықтыру прогревтері қосылған деген сияқты, видеосъемка в подарок деп офферлер жазылған. Мысалы, осылайынан жазып аласыз, потом астына міндетті түрде осылайынан жазасыз описаниесіне. Потом мынау бізде кәдімгі Инстаграм. Біз енді егер сіздің телефоныңыз iPhone болса, Инстаграмның өзінен мына жерде тұрған, төменде тұрған продвигать снова, потом мына жердегі продвигать публикацию деген сияқты батырманы басып, сіз реклама қосатын болсаңыз, сізден от суммы 30% налог ұстайды. Сол үшін біз не істейміз? Біз Google-ға кіріп, браузер арқылы Instagram вход, потом логин деп жазып, осы жерде логин пароліңізді тіркеп барып, Instagram желісіне кіресіз. Инстаграм желісіне кіресіз. Кіргеннен кейін логин пароліңізді тіркейсіз қой, енді міндетті түрде кіріп алғаннан кейін. Потом логин пароліңізді тіркеп кіргеннен кейін жаңағы салған рилсіңіз бар ғой, таргетке шығарам деп салған видеоңыз, соның тұсына жақындап келесіз. Қазір мен ашып көрсетсем. Бүйтіп, мысалы, мына осы видео болса, мысалы, осы фото болса, жіберейін деп жатқаныңыз таргетке продвигать публикацию деген батырманы басасыз, көк кнопочка төменде тұрған, Продвигать публикацияды басқаннан кейін сіздің алдыңыздан осындай 4 түрлі бөлім шығады. Посетить ваш профиль, посетить ваш сайт, отправить вам сообщение, сочетание разных действий деген секілді. Бұл жерде сіз екі батырманы ғана қолданасыз. Біреуі посетить ваш профиль, екіншісі отправить вам сообщение. Посетить ваш профиль деген таңдайтын болсаңыз, ол кезде сізге подписчик та келеді, клиент те келеді. Ал отправить вам сообщение бассаңыз, подробнее деген кнопкалар шығып қалады ғой, иногда сторис көратқан кезде, подробнее басы автомат түрде WhatsApp-ыңызға өтіп кетеді. Ал посетить ваш профиль дегенмен жіберсеңіз, подробнее басы автомат түрде бірінші сіздің Instagram профиліңізға түседі. Сондықтан желательно посетить ваш профильмен жібере бергеніңізде дұрыс. Потом далее деп басасыз. Далее деп басқаннан кейін міндетті түрде сізде бұрын соңды реклама шықпаған болса, создать свою аудиторию деген ең астында тұрған, соны басасыз. Создать свою аудиторию. Соны басқаннан кейін название аудитория деген жерге бір название жазасыз. Енді бұл название сізге ғана көрінеді, клиентке көрінбейді. Бұл для того, что өзінің шатысы кетпес үшін. Местоположение деген жерді редактировать деп, региональный деген жерден Алматы болса Алматы, Шымкент болса Шымкент, Қызылорда болса Қызылорда деп, қай жаққа жібересіз сол местоположение. 2-3 қала таңдауға да болады, 5-6 қала бүкіл Қазақстан таңдауға да болады. Бірақ суммаңыз аз болса, арзан ақшаға жіберейін деп жатсаңыз, бір ғана қаланы таңдаңыз, окей? Сохранить. Одан кейін минимальный возраст 18 ба или одан жоғары ма? Рекомендация аудиторияды міндетті түрде басасыз. Не обязательно деп тұр, бірақ міндетті түрде басасыз. Потому что ана жердегі сіздің жүріп жатқан рекламаңыз пол все ма, әлде мужской ма, женский ма? Мысалы, иногда женский товар болса, женскийді ғана басуымыз керек, өйткені мужскойға жіберіп, босқа ақша шашудың қажеті жоқ. Ал егер барлығына болса, все дегенде тұра береді. 18-65 дұрыс па, әлде одан азырақ жас па? Барлығын ровно қоясыз. Потом сохранить басасыз. Сохранить басқаннан кейін келесі этап бізде
ол бюджет шығады, дневной бюджет. Мына жерден аудитория, міне скидка деген аудитория міне басылып тұр. Далее басамыз. Потом міне бюджет и продолжительность деп шықты. Бұл жерде жалпы таргет бұл Instagram мен Facebooktың бірігіп отырып жіберілетін реклама түрі. Бұл жерде енді сіздің картаңыз привязать етіледі міндетті түрде, және сол картадан күндік бюджет алынып тұрады. Ақша желінеді. Ол ақша не үшін? Мысалы қараңыз, күніне сіз $5 установить продолжительность деген жерді басып 3 күнге қойсаңыз, астын қараңыз, прогнозируемый охват деген жерде 5400 және 14000 адам көреді 3 күннің ішінде. Сіздің картаңыздан $15 снимать етіледі деп жазылып тұр. Бюджет на рекламу $15 за 3 дня. Прогнозируемый охват 5400 және 14000 адам көреді деп тұр. Ал енді мында қараңыз, $5 емес $10 көбейтсем және 3 күн емес 5 күнге көбейтсем, автоматты түрде доллар, яғни $50 жейді, 25 000 теңге. Прогнозируемый охват 15 000 мен 39 000 арасында адам көреді деп тұр. Яғни доллар мен күнін көбейткен сайын көретін адамның да саны не істейді екен, көбейеді. Вот көрдіңіз ба, сол үшін осының бәріне мән беруіміз керек. Енді бұл жерде дневной бюджетті сіз $1-дан $1,500 дейін қоя аласыз. Продолжительность 1 күн мен 30 күн аралығында. Енді тест вариант ретінде бастапқыда $5 3 күн деп жіберіп көресіз. Сосын соған қарай ары қарай бюджетін күнін көбейтіп жіберіп отыра бересіз. Потом далее дегеннен кейін ары қарай сізде енді мен дален бассам карта шығады, потом менікі автомат түрде продвигать етіліп кетеді. Сізде далее дегеннен кейін картаңызды тіркеңіз деген бөлім шығады. Сол жерде картаңызды привязать етесіз. Потом көк кнопочка шығады, продвигать деген, соны басқаннан кейін автоматты түрде реклама шығады. Реклама проверкаға кетті деп орысша батырма шығады. Содан кейін автомат түрде қайтан баяғы өзіміздің простой Инстаграмға кіріп, осы жақтан жаңағы рилсымызға өтеміз де смотреть статистику дегенді басамыз, төменде тұрған көкті. Оны басқаннан кейін міндетті түрде видео рилс, потом төбеде объявление деген тұр. Соның объявление дегенін басасыз. Объявление деген басқаннан кейін төменге қарай түстек бізде статус завершено, яғни мына реклама енді менде өшіп кеткесін завершено деп тұр. Расход, қанша доллар желінді, қанша күнге кетті. Цена за посещение профиля, яғни профильге өткен адам 1553 адам $0,2 түскен. Каждый 5 теңге ме 3 теңге ме сондайдан келген. Переписка в приложении 18, подписка осы видео рилс рекламадан 234 подписка болған. 1553 адам менің профиліма келген. Комментарий біреу, сохраненный 29, репост 20, 123, нравится 151, 3 секунд воспроизведение 6137, общий просмотр 28 034 адам көрген, соның тек қана 1553 профильге өткен деген сияқты осы жерден полный статистиканы көре аласыз. Егер рекламаны өшіргіңіз келсе, тоқтатқыңыз келсе, ADS менеджер скачать етесіз. ADS менеджер деген міне ADS менеджер скачать етесіз. Сосын осы жақтан, мысалы мына ең бірінші тұрған жаңа жылдық фотосессия деп тұр компанияның астында. Сол реклама болса шығып тұрған. Бұл жерде клик по ссылка көрсетіледі. Яғни қанша адам ссылканы басқан, подробнее деген 2041 адам басқан. Цена за клик по ссылке деп тұр. Яғни әр кликтің бағасы $0,332 болған. Затрат, яғни $67,85 менің бюджетім желінген. Каспийден сонша ақша алынған. Енді 3 кнопканы басқан кезде міне удалить, редактировать, смотреть результативность, смотреть группу объявления деген сияқты бөлімдер бар. Осы жерде удалить дегенді басу арқылы рекламаны сіз автоматты түрде тоқтата аласыз. ADS менеджерді міндетті түрде скачать етіп алыңыз. Жалпы осы